Есімім Құралбек Ізбасаров болады. Осы Құлсары қаласы Атырау ықшамаудан тұрғынымын. Осы жерде 2021-ден бері тұрамын. Былтыр суға кеттік. Судан кейін мына шөп көбейіп кетті. Оның үстіне біздің мына 2022 жылы басталған ауыл арасы жолы, яғни асфальты толық біткен жоқ сол жылы. Жылдан жылға созылып жатыр. Қазіргі қашан басталып еді бұл? 2022 жылы басталған құрылысы, жол құрылысы. Ол жол құрылысының бас мердігері АИС компаниясы, Атырау мекемесі. Сол былтырда, бұрнақ жылда қайта асфальт тұрып қалады. Не себеп дегенде АИСтен ақша бөлінбей қалады подрядчик мекемелерге осы жерде құрылысын жүргізіп жүрген. Ал енді соның кесірінен мына жол қайта тұрып қалып, осы бүгінгі таңға қазір осы бұл бір слой ма сонда? Бұл тек бірінші слой төселіп тұрған, екінші слой төселген жоқ, толық біткен жоқ. Мына жақта қырып тастады да? Мына жақта төсегені, бұл бітпегені. Күнде машина өткенде күнде шаң, тереземізді аша алмаймыз. Жұтқан ауамыз шаң, күндегісін күнде. Оған қоса мына жол бітпей, көше жарығын салмай жатыр біздерге. Қазір 6-тан кейін қараңғы, 7-тен кейін. Мына кешкісімен де тарайтын балдар болады мектептен, оларға өте қиын болады. Оның үстіне бір алқа иттер бар, түнде жүретін. Ессіз мал бар. Мына ауылымызда ең түйіткі мәселе қазіргі таңда туып отырған ауыз су мәселесі. Жаздың мезгілінде қысымы төмендеп кетеді. Оның үстіне судың иісі бар. Қандай иіс бар? Жағымсыз иіс бар? Жағымсыз иісі бар. Ішкенде де, жуынғанда да, қалай болғанда да иісі бар өзінің. Дәмі де бір сасық иісі бар. Сосын тағы да бір мәселе, ол біздің ұялы байланыс. Біздерге осы бүгінге шейін Wi-Fi арқылы келіп тұрған кабельный интернетпен арқылы хабарласып отырып бір такси шақырғанда да бәрінде де. Ал ол Wi-Fi болмаған кезде біз ешкімге сотовый связьбен, телефонмен ешкімге шыға алмаймыз. Жедел жәрдем келе алмайды. Тіпті мына жерде іздеп келген таксисттің өздері сотовыйлар ұстамай, үйде таба алмайды мысалға. Ондай жағдайлар көп болды бізде. Қазіргі бұл мәселенің бәрі 20-дан бері қасалап кетті. Сотовый связь жоқ. Күшейтіңіздер деп әкімшілікке де айттық. Бірнеше рет қоямыз деді, анау деді, мынау деді. Астанаға да жаздық Қазақтелекомның басшыларына. Онда хабар жоқ. Сонымен сондай мәселелермен жүрдік қазір біздер. Ал сосын жарық мәселесі мына біздің ауылымыздың іргесінде подстанция салынып жатыр. 2-3 жыл болып қалды салынып жатырған. Әлі қолданысқа берілген жоқ. Ол қолданысқа берілген жарық мәселесі де шешілмейді, көшенің жарығын айтамын. Ал сондай мәселелер бар бізде ауылда. Ал енді әкімшілік тарапынан біздерге жылдың басынан 1 рет, 2 рет мүшелге депутаттармен бірге келді. Осы мәселені бәрін көтердік. Бұл мәселенің шешімін табамыз деп, жылдың аяғына дейін асфальтты бітіреміз, жарықты орнатамыз деп уәде беріп кетті. Уәдесі уәдемен қалды. Біздер әлі сол күйінде жүріп. Қозғалыс жоқ, дым өзгеріс жоқ. Сонымен қатар кешегі су тасқынынан кейін ауыл арасында шөп көбейіп кетті. Көріп тұрғандай шөп деген орман болып жатыр. Бұны әкімшілік қырып береміз деді. Қырған жері бар, қырмаған жері бар. Қырмаған жерін көріп тұрсыздар, қырған жерлерін айналамыз. Ал осындай, былай айтқанда біздің ауыл шетте қалып қойды. Орталықтың бәрі жылтырап тұрды, біздің ауыл далада қалып қойды. Авария көбейіп кетті. Сосын мына ауыл арасында көлік оқиғалары көбейіп кетті. Яғни ДТП дейді ғой. Жол бітпегесін знак салынбайды. Бұл жерге жаңағыдай лежачий полицейский дейді, ол да салынбайды. Сол себептен машиналар ұйытқып жүреді бұл жерде. Қаншама айқайлаймыз, қаншама айтамыз, қаншама түсіндіреміз, соның өзінде де машина соғысып отырған жағдайлар көп жерде орын алып отыр. Күнәра деп айтуға болады.